Ассаламу алейкум, курица по-тайски дайындаймыз. Ең алдымен гарнирін дайындап аламыз. Сотейникке кішігірім сұйық май құйып, жақсылап жуылған күрішімізді саламыз. Құрғағанша қуырып, тұз салып, тағы да бір араластырамыз. Үстіне ыстық суды бетінен асырып құйып, араластырып, бетін жауып, баяу отта піскенше бұқтырамыз. Тауықтың төсетін жақсылап жуып, қалауымызша турап, ыдысқа саламыз. Туралған етімізге соя тұздығын, жұмыртқаның жартысын, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді бір-бірінен етті ажырату үшін көп мөлшерде жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Егерде бір-бірінен ажырамай жатса, тағы да жүгері крахмалын қоссаңыздар болады. Табаның жартысына дейін сұйық май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Одан кейін бір-бірлеп тауық етін салып, арасында қозғалтып тұрамыз. Осылайша қызарғанша қуырып, міндетті түрде қағаз майлыққа сүзіп аламыз. Енді етті бір ыдысқа салып, үстіне свичили соусын құямыз. Егер свичили соусын таппасаңыздар, өздеріңізге ұнайтын кез келген кисло-сладкий соусын қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Тәрелкемізге гарнирді салып, дайын қуырылған тауығымызды үстіне саламыз. Үстіне көк пияз және кунжут сепсеңіздер болады. Осымен біздің өте дәмді тағамымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина.